Қайырлы күн. Алма ағаш туралы кезекті бір бейнероликті түсірген жөн көрдік. Біз қазір осы кішігірім алма бағында тұрмыз. Мынандай жағдайда алма бағы кішкене күтімді қажет етіп тұр. Назар аударатын бір-екі мәселе жөнінде айтып өтуді жөн көрдік. Ең бірінші айтатын мәселеміз біздің алма ағашты қарайтын болсақ, алма ағаштың бұтақтары түзу өскен, биікке көріңіздер ғой, былай биікке тікенен өскен. Бұндай алмалар, тіге өскен алмаларда жеміс аз болады негізі. Соны қатты мән беру керек. Сол үшін жанама бұтақтарға жұмыс істеу керек, жанама бұтақтарға. Ал жанама бұтақтарға қалай жұмыс істейміз оған? Ол жұмыс дұрыс кесуіміз керек. Қараңыздар, мына жерде міне бәрі биік өскенде жанама бұтақтар жоқ. Мысалы қараңыздар, егер кесу керек болса, мынаны кесіп тастау керек еді міне. Егер мынаны кесетін болсақ, біз мынаған өсетін еді. Ал біздің төбеде кеткен мына жерде ештеңе жоқ. Көрдіңіздер бе? Сол сияқты міне мына бұтақтар. Сол үшін мұны мына жерден кесуге болатын еді. Кесіп мынаған жіберуге болады. Немесе мынаны кесіп былай жіберуге болады. Мынау бір өте қалың қылып тұр. Мына жерге күн түспейді, арасына жел өтпейді, бір-бірін жауып тұр. Бір-біріне бір неғып тұр, бәсекелесіп тұр. Сосын мен мысалы мынаны кесуге болады. Немесе бұны түбінен алып тастауға болады. Бұны мына жерін алып тастауға болады. Сосын тағы да мына ағаштың бір мәселесі, мына көрдіңіздер ғой, мына жарықтық қалай болып тұр. Яғни тікелей осындай градуста бөлінген бұтақтар болатын болса, бұны кішкентай кезден түбінен кесіп тастау керек. Өйткені ол бір-біріне жабыстырып қойған екі бұтақ сияқты мынандай. Кішкене бір салмақ түсетін болса, жел болатын болса, айырылып кетуге дайын тұрады. Ал мыналар ондай емес, қараңыздар. Мына жерде тігіс болады, мына жерде. Олар оңайлықпен мына градусқа бар, дұрыс тұра береді. Ал егер мынандай айыр болып тұрғандар, олар көрдіңіздер міне. Мына жарылған. Яғни бұндай салмақ түскеннен жел болғанда міне. Көрдіңіздер міне. Осындай бір неге ұшырап тұр. Сосын сабақтары тік. Сосын тағы да жаңа мына жерлерді қазып көрдік. Тамыр мойны көміп тастаған, мына жерге дейін. Көміп тастаған, бұл да болмайды. Сосын мына жерге көміп тастаған екен түбіне. Бір көң болған ешқандай көмек бермейді. Өйткені алманың қараңыздар қандай. Алманың несі бір шамамен 1 метр болып тұр бұтақтарын. Яғни тамырды оның өзінен 2-3 алшақта жатыр. Сол түбін ғана оны не беру, көң беру. Ол дұрыс емес, оны мульча ретінде басқа ағаш қалдықтарын, қабықтарын немесе сабан төсеуге болады, ол қалды сақтау үшін. Сосын мынада тамыр мойын көміп тастаған. Көрдіңіздер ғой? Тамыр мойын. Ал тамыр мойны деген ол көмілетін болса, ол жемістің кешеуілдеуіне, жемістің дәмін өзгеруіне, немесе ағаштың дұрыс дамымауына тікелей себеп жер. Сол үшін түбін ашу керек. Көміп тастаған екен бұл кісі. Соны көрдік. Сосын бұл жерде қатты қалың болып тұр бұтақтары. Көрдіңіздер ме, мына конкуренттер қалай? Міне мынаны қараңыз, мына бұтақтың арасын қараңыз, қандай жақын. Оған кесу жұмыстарын жүргізу керек. Қазір сосын тағы да бір мәселесін қарайтын болсақ, мына қараңыз, мынау 1 жылдық өскіндер деп қазір аламыз бір. 1 жылдық өскіндер. 1 жылдық өскіндер. 1 жылдық өскіндерге мынау кішкентай негіз. Яғни бұған қоректік элементтер жетіспей тұр. Оны қоректендіру керек. Ал мына жер негіз мынау тұзданған сұр топырақтар, ашық сұр топырақтар. Бұған негізі азот аз бұл жерде. Азотпен тыңайту керек. Өйткені жапырақтарында көрсің, жапырақтарында көрініп тұр, бір тыңайтқыш жетіспей тұрғандар ерекше байқалып тұр. Бұған азот тыңайтқыштарын беру керек. Тамырын аштық жаңа. Сосын мына жерде міне кесу жерін. Мына жерде қараңыз. Мысалы мен егер ағаш менікі болатын болса, мен мынаны кесетін едім. Мына жерінен. Кесіп тастайтын. Сосын мына бұтаққа жіберетін едім. Сосын мынаны кесетін едім. Мына жеріне кесіп, мынаны дамытатын едім. Мына үшеу болып тұр ғой. Үшеу болған кезде қалай істейміз дегенде. Біреу мынаны қысқартып, мына жерінен, түбінен алып тастайтын едім. Сосын 3-ші бұтақты дамытатын едім. 3-ші бұтақты, 3 бастыны. Өйткені бір-біріне қатты бәсекелес. Сосын ішіне қарап өскен мына бұтақ кесіп тастайтын едім. Бұдан ешқандай алмада өте аз болады. Сосын мынада тағы не? Ылғал жоқ топырақта. Ылғал жетіспей тұр. Мынау да сол. 1 жылдық өскіндер өте кішкентай. Яғни қоректену төмен болып тұр. Сосын мынау
қысқартып нелері. Мынanda көрдіңіздер ғой мына. Мынау да сол ертең айырылуға дайын тұр. Сол үшін мына жерден жапырақтарын қарайық. Мына жапырақтарында ешқандай мына аурудың белгілері жоқ. Және зиянкестердің іздері жоқ. Бұл жердегі ең бірінші мәселелер дұрыс су дұрыс суару, сосын дұрыс кесу мына ағаштардың жағдайында. Бірақ оны қазір кеспейміз, біз күзді күтеміз. Күзді келіп осы ағаштарды кесетін боламын өзім. Аманшылық болатын болса. Сосын кесу, сосын тыңайту керек. Сосын міндетті түрде арам шөптермен күресу керек. Арам шөптер қалып тұр. Арам шөппен күресудің өзі белгілі жолдар бар. Міндетті түрде механикалық болатын болса, мына жерде қопсыту арқылы болады. Бірақ қопсытқанның түбіне бәрі ағашқа түбіне бәрін аламайды олар техника. Сосын қолмен аламыз, немесе химиялық жолмен, дисканттармен жоятын боламыз оны. Болды. Сосын маған жерде бір нәрсе қатынамай тұрған нәрсесі. Арықты қазғанда мына жақтан. Сосын мынау тамырларға зақымдалған мына жақта. Осындай жағдайлар, жапырақтарын қараңыздар қандай. Сосын мына жерде дұрыс кесілмегендіктен, бұтақтар тік болғандықтан жеміске емес, бұлардың несі өскендер өсуге жұмыс етеді. Яғни өсу керек дегенде, өйткені горизонталды өсіп тұр. Өскісі келіп тұр. Сол үшін міндетті түрде бұның мәселесі. Қараңыздар, бәрі мынау биікке, бәрі биікке кетіп жатыр. Биікке, жоғарыға өсіп. Кесуге өте мұқтаж болып тұр. Мына ағаштардан тамыры, мойны көмілген. Тамыры дұрыс кесілмеген. Сосын мына жерден қоректі элементтер жетіспей тұр. Сосын мына жерде маған бір бакажок нервения деген ауруға ұқсап тұр. Бір ауру. Оны қарау керек, тексеру керек. Мына жерде шамамен бір 5 гектар алма бар. Бірақ мына жерде қазір ауру, зиянкес ондай байқала қоймайды. Бірақ мына жерде көктемде үсік болған. Көктемде үсіктен гүлдер үсіп кеткен. Бірақ оны енді қазір оған қатты тоқталмай қойық. Көктемдегі үсікті суықтан сақтау үшін қандай шаралар жүргізуге болады деген тақырыпта видео түсіретін боламыз қысқаша. Оған бөлек арнайы. Мынау да міне қараңыз, мынау төбе кетіп бара жатыр. Бұны осылай емес, бұны біз былай өсіруге тырысуымыз керек. Жанына қарап. Мына жерде өте көп жұмыс бар, мына жерде кесуге қатысты. Бізде енді күзді күні жаздық кесу туралы бір видео түсіретін боламыз. Ол кішкене бір жылдық өскіндерді қысқартуға байланысты болады. Ол күздік болады. Оны күздік негізгі кесілуді бастаймыз. Кейін көктемде жалғастыратын боламыз. Мына жерде тамырға көмілген, мына жерде де өте қатты қысылып тұр бір-біріне. Біз алмаларға көмектесуіміз керек мыналардың кесу арқылы. Мынаны кесуіміз керек. Мынаны кесуіміз керек, мынаны кесуіміз керек, мынаны кесуіміз керек. Сосын мынаны жұмыс істеуіміз керек. Мынаны кесуіміз керек. Мына жерден кесіп сыртқа жіберуіміз керек. Мынаны кесіп мынаны жұмыс істеуіміз керек. Ал бірақ енді көктемде сосын бастасы күзде істейтін боламыз. Сұрақтарыңызға осыған қатысты, осығандай ұқсайтын бақтарыңыз болатын болса, осындай айтылған кеңестерге, бұлағы кеңестеріңізге қолдансаңыздар болады. Немесе сұрақтарыңыз болатын болса, нөмірді қалдырамыз қазір видеоның астына. Соған жазсаңыздар болады. Сосын мынау кескен кезде дұрыс кесілмеген жерлері бар.